Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қамыры өте жұмсақ үлпілдеп тұратын алмалы бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен аппары дайындаймыз. Ол үшін жылы айранымызға қант пен дрожжымызды салып, араластырып бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Аппарамыз дайын болғанша начинкасын жасауға кірісеміз. Ең алдымен алмамызды көбіктеп турап шығамыз. Турап алған алмамызды ыдысымызға салып, отқа қоямыз. Және де үстінен қантымызды, корицамызды, сары майымызды салып араластырамыз. Сары май мен қант ерігенше араластырып тұрамыз. Содан кейін азғантай салқын суға кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластырып, алмамыздың үстінен құямыз. Начинкамыздың суы тартылғанша араластырып тұрамыз. Суы тартылғаннан кейін отты өшіріп, начинкамызды суытамыз. Біздің аппарамыз көтеріліп, жұмыс жасауға дайын тұр. Ендігі кезекте аппарамыздың үстінен қалған қантымыздың жарты бөлігін саламыз, ванильный сахар саламыз, және де бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Ерітілген сары майымызды саламыз. Шай қасықтың 1/4 бөлігімен ғана кішкене тұзымызды саламыз. Содан кейін ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыздың иіні қанғанша жақсылап илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Ендігі кезекте пирогымызды жасауға кірісеміз. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп, дөңгелектеп аламыз. Қамырымыздың әр бөлігін ұзынша етіп жайып шығамыз. Содан кейін дайындап қойған начинкамызды салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды біріктіріп шығамыз. Қамырдың қалған бөліктерін дәл осылай дайындап шығамыз. Мен пирогымыздың 2 бөлігін біріктіріп алдым, ал 3-ші бөлігін өз алдына дөңгелек етіп жасап шықтым. Дайын болған пирогтарымызды бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 15-20 минутқа қойып аламыз. Пирогымыз көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сары уызын жағып, 180 градус қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Начинкасы мен үйлесімін тапқан қамыры өте үлпілдек пирогымыз дайын. Егер де алманы сүйіп жейтін болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.